Қымбатты достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен дайындалуы жеңіл, ал дәмі тіл үйіретін ерекше торттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге 3 жұмыртқаны шұңғыл ыдысқа салып, қант, тұз қосып, араластырамыз. Сүт қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Какаоны елеуіштен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Ұнды да елеуіштен өткізіп, бөліп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Төрт қасық өсімдік майын құйып, тағы да араластырамыз. Қоспа дайын, енді құймақ әзірлеуге дайындаламыз. Табаны аздап майлап, қоспаны табаға бір келкі етіп жаямыз. 1-2 минуттан кейін келесі бетінде пісіріп аламыз жақсылап. Крем дайындау үшін кілегейді миксермен шайқалап, қант ұнтағын қосамыз. Құймақтарды осы күйінде де жинауға болады, бірақ мен оны бір келкі етіп кесіп аламын. Құймақтың әрбір қабатына крем жағып, тортымызды жинаймыз. Торттың жиегіне де крем жағамыз. Сонымен тортымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.